Құрметті ағайын, қадірлі қонақтар, Рамазан айының қарсаңында бас қосып отырған бүгінгі шарамыз жай ғана жәрмеңке емес. Бұл жүректен жүрекке жететін мейірім көпірі. Қатерлі ісікпен күресіп жатқан балаларды қолдаудың халықаралық күніне орай ұйымдастырылып тұрған қайырымдылық жәрмеңкесі. Үміт сыйлаудың, жанашырлық танытудың айқын көрінісі. Рамазан сабыр мен шүкіршіліктің, кешірім мен қайырымның айы. Осы қасиетті айға қадам басар сәтте біз бір сәт өзімізге сұрақ қояйықшы. Бір баланың өміріне жылу сыйлау үшін не істей аламын? Кейде үлкен өзгеріс жасау үшін үлкен мүмкіндік қажет емес. Бір билет алу, бір бұйым сатып алу, бір үлес қосу, бір баланың еміне, бір отбасының үмітіне айналуы мүмкін. Бүгінгі жәрмеңке тек сауда алаңы емес, бұл жүректің кеңдігін көрсететін орын, мейірімнің мерекесі, үмітке айналар әрбір жақсылықтың бастауы. Қатерлі дертпен күресіп жатқан балалар нағыз батырлар. Олардың күлімсіреуі біздің қолдауымызға байланысты. Біз бірігіп оларға сен жалғыз емессің деп айта аламыз. Құрметті жиналған қауым, сіздерді жәрмеңкеге белсенді қатысуға, айналамызға осы шара туралы ақпарат таратуға шақырамын. Мейірімді болайық, жақсылық жасаудан жарысайық. Рамазан айы қарсаңында жасаған әрбір игі ісіміз еселенген сауап болып қайтсын. Бірге болайық. Бірге болсақ үміт бар, бірге болсақ өмір бар, бірге болсақ жақсылық бар.